Қайырлы күн. Бүгін біз математика пәнінен 113-ші сабақты қарастырамыз. Дұрыс және бұрыс бөлшектерді аралас сандарды ажыратуды үйренеміз. Бірінші есепке назар аударайық. Есепті шығар дейді. Ақауы бар шүмектен күніне шамамен 10 литр, яғни 1 шелек су ағып кетеді. Бір аптада қанша су босқа ағып кетеді? Бір айда ше, бұл табиғатқа қандай зиян келтіреді? Егер 1 куб метр суық су 70 теңге тұратын болса, онда шүмектегі ақаудың отбасылық бюджетіне қалай әсер ететінін есепте дейді. Яғни бір аптада 7 күн бар. Бір күнде 10 литр су ағып кететін болса, 7 күнде неше литр су ағып кететінін табу үшін 7-ні 10-ға көбейтеміз, 70 литр. Ал шелекпен есептеген болсақ, бір күнде 1 шелек су ағып кетсе, 7 күнде 7 шелек су ағып кетеді екен. Яғни бір аптада 70 литр су ағып кетеді екен. Енді бір айда ше дейді. Яғни бір айда 30 күн бар. 30 күнде қанша литр су ағып кететінін табу үшін 10-ды 30-ға көбейтеміз, 300 литр болады. Ал шелекпен есептесек, бір күнде 1 шелек су ағып кетсе, 30 күнде 30 шелек су ағып кетеді екен. Яғни бір айда 300 литр су ағып кетеді екен. Яғни 1 куб метріміз 1000 литрге тең. 1 куб метрге 70 теңге төлейтін болса, онда 1000 литр су аққанда 70 теңге төлеу керек болады екен. Келесі екінші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Бөліктердің жалпы санын бөлшектердің қосындысы түрінде жаз дейді. Бірінші фигура 6 бөлікке бөлінген, оның 5 бөлігі боялған екен. Екінші фигура 6 бөлікке бөлінген, оның 6-дан 6 бөлігі боялған. Яғни 6-дан 5 бөлшегіне 6-дан 6 бөлшегін қоссақ, 6-дан 11 бөлшегі болады. Енді 6-дан 6 бірге тең екендігін білеміз. Яғни оны 1 деп алып, қосылғыштардың орнына ауыстырып, 1 қосу 6-дан 5 түрінде жазуға бола ма дейді. Әрине болады. 1 қосу 6-дан 5 тең 1,6-дан 5 болады. Келесі екінші есептің әсіне назар аударайық. Сызбада 3-тің неше үлесі белгіленген дейді. Бұрыс бөлшек түрінде жаз дейді. Яғни сызбада 3-тен 1 белгілі, келесі бөлік 3-тен 2 болады, ал 1 3-тен 3 бөлігіне сәйкес келеді. 3-тен 3 1-ге тең, одан кейін 3-тен 4 болады, одан кейінгі бөлік 3-тен 5 болады. Оны қалай таптық? 3-тен 3 бөлшегіне қостық, 3-тен 2 бөлшек, яғни 2 бөлікті. Сонда 3-тен 5-ке тең болды. Оны 3-тен 3 дегеніміз 1-ге тең, 1 қосу 3-тен 2 деп жазуға бола ма дейді. Әрине 1 қосу 3-тен 2 деп жазуға болады. Тең 1,3-тен 2 деп оқиды екенбіз. Ережені есімізге сақтап алайық. Натурал сан мен дұрыс бөлшектің қосындысы түрінде жазылған сан аралас сан деп аталады. Мысалы 2 қосу 3-тен 1 тең 2,3-тен 1, бұл аралас сан деп аталады. Аралас санды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жазуға болады екен. Келесі үшінші есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Суреттерді пайдаланып аралас санды жаз дейді. Бірінші суретте бір алма 2 бөлікке бөлініп 1 бөлігін алған. Яғни 1,2-ден 1 деп жазамыз. Екінші суретте 4 алманың біреусі 2-ге бөлініп 1 бөлік алынған. Яғни 4,2-ден 1 деп жазамыз. Үшінші суретте 2 алма, соның 1 алмасы 4 бөлікке бөлінген, бірақ оның 3 бөлігін алған. Яғни 2,2-ден 3 деп жазамыз. Келесі осы үшінші есептің ә нұсқасына назар аударайық. Аралас сандарды бүтін сан мен бөлшектің қосындысы түрінде жаз дейді. 5,9-дан 6-ны 5 қосу 9-дан 6 деп жазамыз. Себебі 5 бүтін сан. 7,42-ден 13-ті 7 қосу 42-ден 13 деп жазамыз. Себебі 7 бұл жерде бүтін сан. 4,11-ден 5-ті 4 қосу 11-ден 5 деп жазамыз. Себебі 4 бүтін сан. 87,9-дан 7-ні 87 қосу 9-дан 7 деп жазамыз. Себебі 87 бүтін сан. Ережені есімізге сақтап алайық.
қосу және азайту кезінде бүтін бөлікті бүтін бөлікке қосады, бүтін бөлікті бүтін бөліктен азайтады. Бөлшекті бөлшекке қосады, бөлшекті бөлшектен азайтады. Келесі төртінші есепке назар аударайық. Есепте дейді. Бүтін мен бөлшекті қосатын кезде бүтін бөлікті бүтін бөлікке қосамыз немесе азайтамыз, бөлшекті бөлшекке қосамыз немесе азайтамыз деген алдында оқыған ережені басшылық қыламыз. 5 бүтінге қосамыз 2,8-ден 3-ті. Яғни 5 бүтінге 2 бүтін қосылады, 7 бүтін болады. Бөлшек жоқ, 7,8-ден 3 болады. 12 бүтін 15-ден 8-ден 12 бүтінді азайту үшін 12-ден 12-ні аламыз, 0 болады. Яғни оны жазбай қойсақ та болады. Сонда 15-ден 8 бөлшегі болады. 10 бүтін 3-ден 4-тен азайтамыз 7-ні. 10-нан 7-ні азайтамыз 3 болады. 3-тен 4 бөлшек өзі жазылады. 3 бүтін 3-тен 4 болады. 4 бүтін 9-дан 1-ге 3 бүтін 9-дан 4-ті қосу үшін бүтінге бүтінді қосамыз. 4-ге 3-ті қосамыз 7 болады. Бөлімдері бірдей өзі жазылады. 9 алымдарын қосамыз. 1-ге 4-ті қосамыз 5 болады. Сонда 7 бүтін 9-дан 5 болады. Келесі 4 бүтін 6-дан 1-ге 10 бүтінді қосамыз. 4 бүтінге 10 бүтінді қосамыз 14 болады. 14 бүтін 6-дан 1 болады. Келесі 7 бүтін 7-ден 5-тен азайтамыз. 4 бүтін 7-ден 3-ті. Яғни 7 бүтіннен 4 бүтінді азайтсақ 3 болады. Бөлімі бірдей өзі жазылады. 7 алымдарын азайтамыз. Яғни 5-тен 3-ті азайтамыз, сонда 2 болады. 3 бүтін 7-ден 2 деген бөлшек шығады. Келесі 5-ші тапсырмаға назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Сан сәулесінсіз бірлік кесінді ретінде дәптердің 6 торкөзін ал. Сан сәулесінде 6-дан 2, 6-дан 4, 1 бүтін 6-дан 1, 1 бүтін 6-дан 3 сандарын белгіле дейді. Алдымен сандық сәулені сызып аламыз. Әр бірлік кесінді ретінде 6 торкөзден алдық. 0 мен 1-дің арасы 6 торкөз, 1 мен 2-ның арасы 6 торкөз. Енді 6-дан 2 бөлшегі ол 0 мен 1-дің арасында болады. 6 мен 4 бөлшегі ол да 0 мен 1-дің арасында болады. Ал 1 бүтін 6-дан 1 дегеніміз 1 мен 2-ның арасында. 1 дегеніміз ол бүтін, сондықтан 1 бүтін 6-дан 1 бірінші бірлік кесінді және ортада 2 болады. Одан кейін 1 бүтін 6-дан 3 бөлшегі болады екен. Келесі осы 5-ші есептің әсіне назар аударайық. Сан сәулесінсіз бірлік кесінді ретінде дәптердің 10 торкөзін ал. Сан сәулесінде 1-ден кем және 1-ден артық сандарды белгіле, бөлшектерді жаз дейді. Яғни сандық сәулесіздік бірлік кесінді ретінде дәптердің 10 торкөзін алдық. 0 мен 1-дің арасы 10 бірлік кесіндіден тұрады екен. Енді бұл жерге 1-ден кем сандарды белгілейік. Кез келген жерден белгілейік. 2 бірлік кесіндінің қасын белгілейік. Оны 10-нан 2 деп жазамыз. Ал 7 бірлік кесіндінің ретін белгілейік. Ол 10-нан 7 болады. Бұл 1-ден кем сандар. Ал 1-ден артық сандарды белгілеу үшін 1-ден кейінгі бірлік кесіндіні белгілесек 1 бүтін 10-нан 1 болады. Одан кейін 4-ші бірлік кесіндіні белгілесек 1 бүтін 10-нан 4 болады. Яғни 1-ден кем сандар 10-нан 2, 10-нан 7 екен. Ал 1-ден артық сандар 1 бүтін 10-нан 1, 1 бүтін 10-нан 4 екен. Келесі 6-шы есепке назар аударайық. Есептеулерді орында дейді. 19-нан 18 азайту, 19-нан 7 қосу, 19-нан 3. Бөлімдерін өзін жазып аламыз. Алымдары 18-ден 7-ні аламыз, оған 3-ті қосамыз, сонда 14 болады. Яғни 19-дан 14 бөлшек шығады. 11-ден 9 азайту, 11-ден 3 азайту, 11-ден 2. Бөлімдері бірдей, сондықтан бөлімдерін жазып аламыз. Алымдары 9-дан 3-ті, одан 2-ні азайтамыз, сонда 4 болады. Яғни 11-ден 4 бөлшек шығады. Келесі 15-ден 11 азайту, шақшашылған, 15-ден 3 қосу, 15-ден 7 шақшажалған тең. 15-ден 11-ден азайтамыз, алдымен шақшаның іші орындалады.
бөлімін өзін жазамыз, 3-ке 7-ні қосамыз, 10 болады. Яғни 15-тен 11-ден 15-тен 10-ды азайтамыз, сонда 15-тен 1 бөлшегі шығады. Келесі 7-ші есепке назар аударайық. Есептің шешуін өрнек түрінде жаз дейді. Каспий теңізіндегі итбалықтарды сақтау үшін оларды шабақтармен қосымша қоректендіреді. Бүгін оларға қорек ретінде шабақ балықтар дайындалды. Таңертең итбалықтар дайындалған шабақтардың 12-ден 5-ін, күндізтағы 12-ден 4 бөлігін жеді. Итбалықтар қанша бөлік шабақ жеді дейді. Яғни итбалықтар таңертең 12-ден 5 бөлік шабақтар жепті, ал күндіз 12-ден 4 бөлік шабақ жепті. Итбалықтар қанша бөлік шабақ жегенін табамыз. Ол үшін 12-ден 5-ке 12-ден 4-ті қосамыз, сонда 12-ден 9 болады. Яғни итбалықтар 12-ден 9 бөлік шабақ жеген екен. Келесі осы 7-ші есептің әсіне назар аударайық. 1984 жылы Каспий теңізінде 380.100 итбалық есепке алынды. Қазіргі уақытта оның 3/4 бөлігі ғана тіршілік етеді. Теңізде қазір қанша итбалықтар бар дейді. Яғни 1984 жылы есепке алынған итбалықтар саны 380.100 екен. Ал қазіргі кезде тіршілік ететін балықтар оның 3/4 бөлігін ғана құрайды екен. Қазір қанша балық тіршілік ететін табамыз. Ол үшін 380.100-ді 3-ке бөліп 1-ге көбейтеміз, сонда 126.700. Яғни теңізде қазір 126.700 итбалық тіршілік етеді екен. Келесі осы 7-ші есептің бысына назар аударайық. Айлақта 6 түсті қызыл құтқару қайығы бар. Бұл барлық қайықтың 3/4 бөлігі. Қалғандары көк түсті. Айлақта барлығы қанша құтқару қайығы бар дейді. Яғни айлақтағы барлық қайық белгісіз екен. Ал қызыл түсті қайық 6 екен. Бұл барлық қайықтың 3-ке бөлгендегі 1 бөлігіне тең екен. Көк қайық нешеу дейді? Ол үшін алдымен 6-ны 3-ке көбейтіп, барлық қайықты тауып аламыз. Барлық қайық 18 екен. Енді бұл 18 қайықтың 6-ы қызыл болса, ал қалғаны көк болады. Көк қайықты табу үшін 18-ден 6-ны азайтамыз. 12 болады, яғни 12 көк қайық бар екен. Айлақта барлығы 18 құтқару қайығы бар. Келесі 8-ші есепке назар аударайық. Ойлан және жауап бер дейді. Цистернада суғару үшін құйылған 60 тонна су бар. Күнде таңертең өсімдіктерді суғаруға 6 тонна су алынады, ал кешке 4 тонна су қайта құйылады. Неше күннен кейін кешке цистернада 20 тонна су болуы мүмкін дейді. Яғни цистернада 60 тонна су бар екен. Таңертең суғаруға 6 тонна жұмсалады, кешке 4 тонна құйылады екен қайтадан. Неше күннен кейін цистернада 20 тонна су қалуы мүмкін дейді. Алдымен 60 тоннаның жұмсалған 6 тоннаны алып, құйылған 4 тоннаны қоссақ, 58 тонна. Күнде цистернада 58 тонна су болады екен. Енді 60-тан 58-ді азайтып, күніне қанша тонна су жұмсалатын тауып аламыз. Яғни күніне 2 тонна су жұмсалады екен. Енді 60 тонна судың 20 тоннасы қалса, қанша тонна су жұмсалуы керек екен. Оны табу үшін 60-тан 20-ны азайтамыз, 40 тонна. Яғни 40 тонна су жұмсалады екен. Ол 40 тонна су қанша күнде жұмсалатынын табу үшін 40 тоннаны 2 тонна күнге бөлеміз, сонда 20 күн болады. Яғни 20 күннен кейін цистернада 20 тонна су болуы мүмкін екен. Келесі 9-шы есепке назар аударайық. Тапсырманы орында дейді. Санды оның бүтін және бөлшек бөліктерінің қосындысы түрінде жаз дейді. Яғни 3/5-тен 4-ті 3 қосу 5-тен 4 деген бүтін сан мен бөлшек санның қосындысы ретінде жазылады екенбіз. 8/7 дегенді 8 қосу 10-7 деп, 8 бүтін сан 10-7 бөлшек санның қосындысы түрінде жазылады екенбіз.
25,17-15-ті 25 қосу 17-15. Яғни бүтін сан мен бөлшек санның қосындысы ретінде жазады екенбіз. 4,14-тен 11-ті 4 қосу 14-тен 11 деп бүтін сан мен бөлшек санның қосындысы ретінде жаза аламыз. Енді осы есептің әсіне назар аударайық. Қосындыны аралас сан түрінде жаз дейді. Яғни аралас сан дегеніміз натурал сан мен дұрыс бөлшектің қосындысы түрінде жазылған сан. 4 қосу 17-ден 3-ті 4,17-ден 3 деп жазады екенбіз. 18 қосу 100-ден 27-ні 18,100-ден 27 деп аралас сан түрінде жазады екенбіз. Достар, бүгінгі сабағымыз ұнаса, осы каналға тіркеліп, лайк басып, пікір білдіріп кетуді ұмытпаңыздар. Сонда келесі сабақтың есептері, жауаптарымен сіздерге көрініп